Ержан кафені бұзып, орнын қайта қорымға айналдырғаннан кейін, қала халқы бір жеңіл тыныс алғандай болды. Адамдар түнде де қорықпай жүруге үйреніп, әлгі қарғыс туралы аңыздар біртіндеп ұмытыла бастады. Бірақ Ержанның өзі ұмыта алмады. Кафеден шыққан түні ол үйіне барып, қатты шаршап төсекке құлады. Тек көзі ілінгені сол еді, бірден түс көрді. Түсінде ол баяғы қорымның ортасында тұр екен. Ай жарығы жерді сәулелендіріп тұрды, ал бейіттердің үстінде бозғылт елестер қатарланып тұрды. Олардың арасынан бір қария шығып, Ержанға қарады. «Балам, сен уәдеңді орындадың. Біз тыныштық таптық. Бірақ есіңде болсын, адамдардың ашкөздігі қайта оянуы мүмкін. Сол кезде сен бізге тағы да керек боласың» деді. Ержан селк етіп оянды. Бірақ таңғаларлығы төсегінің қасында бір уыс топырақ жатты. Оның үстінде ескі жазуы бар тас сынығы бар еді. Күндер өте берді. Бірақ Ержанның түнгі түстері өзгермеді. Кейде ол түсінде өзіне белгісіз адамдарды көретін, біреу теңіз жағасында құлап жатса, біреу тау ішінде адасып жүр, енді біреуі жер астында тұншығып бара жатады. Оянған соң ол бұл жай ғана түспе, әлде аруақтардан келген ескерту ме деп ойланып қалатын. Бір күні ауыл шетіндегі қарт адам келіп, «Балам, сенің жүзің өзгеріп кетіпті. Көзіңде шаршау емес, бір тылсым бар сияқты. Айтшы, не мазалайды?» деді. Сонда Ержан алғаш рет өз сырын ашты. Ол түстерін, аруақтың берген уәдесін түгел айтып берді. Қарт үнсіз тыңдап отырып, басын шайқады. «Бұл үлкен сынақ. Саған белгі қалдырған. Демек, сен тірілер мен аруақтардың арасындағы дәнекерсің. Бірақ абай бол. Өйткені мұндай күшті ұстай алмасаң, өзіңді жоғалтып алуың мүмкін». Содан бастап Ержанның өмірі бұрынғыдай болмады. Күндіз ол қарапайым жұмыс істеп, халықпен араласқанымен түнде міндетті түрде түсінде бір белгі алатын. Кейде ол түсінде ескерту көріп, ертеңінде бір жерде апат болатынын біліп қалатын. Бір жолы түсінде ол ескі қоймада өрт шыққанын көрді. Таңертең ерте барып қараса, шынымен де электр сымдары қызып, от тұтанып келе жатқан еді. Ол дереу өшіріп, талай адамның өмірін құтқарып қалды. Адамдар мұны білген соң, оны аруақтың аманатын арқалаған адам деп атай бастады. Бірақ Ержанның өзі бұл күштің ауыр екенін сезді. Әрбір түстен кейін денесі әлсіреп, кейде күндізгі өмірінде елестерді көріп қалатын. Бір түні тағы да түсінде әлгі қария пайда болды. Оның жанында қара түнек ішінде қара киімді бейне тұрды. «Балам, сен бізге жақсылық жасадың. Бірақ сақ бол. Қорымды қиратқан кәсіпкердің рухы тыныштық тапқан жоқ. Ол қарғысқа айналып тірілерге қайта оралуға ұмтылуда. Егер ол қайтып келсе, бүкіл қалаға қасірет әкеледі» деді қария. Сол сәтте қараңғылықтан шыңғырып, тырнақтары ұзын, жүзі бұрмаланған бейне Ержанға қарай ұмтылды. Ол селк етіп оянды. Бірақ төсегінің жанында тырнақ ізі қалғанын көріп, жүрегі дір етті. Сол күннен бастап Ержан білген еді. Қарғыс толық бітпеген. Бір күні ол қайта оралады. Ал ол кезде оны тоқтата алатын жалғыз адам өзі ғана.